жүз болды ма? 100 болды. Бізде Шымкент қаласынан 21 жастағы Нұридин атты жігіт келген болатын. Тізесінде жарты жылдан бері ауру сезім пайда болған. Яғни перенагрузкаға бірнеше фитнес жаттығулар жасағаннан кейін тізесі ауыра бастаған ішкі бөлігі. Одан кейін мазалай бергеннен кейін дәрігерлерге барып МРТ түсірген кезде медиальды менискстің зақымдалғанын анықтаған. Одан кейін дәрігерге барғаннан кейін бірнеше дәрігерлер операция жасалған, операция жасатқысы келмегеннен кейін операциясыз жолдар іздеп міне бізге келді. Бүгін емнің 7-ші күні, соңғы күні. Қазір контрольный тексереміз. Өйткені ішінде қанды бурсит болған. Қанды бурсит көп жағдайда физиодан кейін тағы жібіп қалдықтар шығады. Сол қалдықтарын тексеретін боламыз. Мен бірінші келгенімде тізем қатты мазалайтын. Жүрген кезде, отырып тұрған кезде, сондай кездерде қатты дискомфорт болатын. Тізе бүгіліп ашылуын ауыратын. Ал енді 7 күннен кейін, лечениеден кейін қабылдап уже ондай дискомфорт, ауырсыну кеттік, 80%-ке кетті енді қазір. Соңғы штрихтар қалып деп жатыр енді емдеуге. Жалпы менисктің қалпына келетініне көз жеткіздік. Иә, Нұрайдың? Иә, мениск маған қаншама врачтар айтты, операциясыз уже емделмейді деп. Одан кейін операция істелмегеннен кейін мамам осы кісіні тиктоктан көріп тапты. Барып көре ұстай деді. Мен де операция айтады деп ойлағанмын. Кеп емдеп бастап көрдік, уже результат налицо ғой мына кәдімгідей жақсы емделген. Қазір сол 80%-ды қалған остатоктарды ирригация аспирация жасап, толық 100%-лық жеңілдікке жеткіземіз. Бұл жерден бері қарай. Қалай? Нормально? Рахат оқып жүргенге жеңіл. Ақырын отырып, тұрып көр. 100 болды ма? 100 болды енді. Рахмет көп.